халықтың денсаулығы, жалпы ұлттық денсаулық дейді ғой, қазір осыған жақсы көңіл болып жатыр. Осындай сабақтардың арқасында қызмет көрсету сапасын жақсарттық. Ассоциацияның жұмысы менің көңілімнен шықты. Біздің оқушыларымыз өте жақсы белсене қатысты. Қазақстан отбасылық дәрігерлер ассоциациясының өкілдерімен кездесіп, солармен танысқан болатырмын. Жұмыс барысында көптеген кездесулер, көптеген оқулардан өттік. Біздердің жұмысымызға көп жеңілдік әкелді. 2 жыл бойына пандемия кезінде вирустан бір реттік қорғаныш құралдары өте қажет болатын. Соның қолдауымен бізге көптеген қорғаныш құралдарын жеткізді. Сонымен бірге дәрігерлердің қабылдауында болып, көптеген емдік кеңестер алғам. Балаларменен салауаттылық өмір салтын қалыптастыру бағытында, өмірге бейімдеу мақсатында жаңағы дұрыс қолдарын жуу, дұрыс тамақтану, таза су ішу деген сияқты шаралары өтті. Біздің оқушыларымыз сұрақтарға деген дұрыс жауап беріп, өздерінің өмірге бейім екендігін көрсетті. Сабақта пәнде алған сабағымен бірге ұштастырылды. Смарт денсаулық бағдарламасы бойынша осында келгенде қолымызға сағат берді. Бүкіл денсаулықты, өзгерісті қадағалап тұратын, жүрек соғысын, соның бәрін қадағалайтын сағат. Маусым айында бізге Қазақстан отбасылық дәрігерлер ассоциациясының ұйымдастыруымен жылдам теру оқулары өтті. Сол оқуда біз көптеген тәжірибе жинадық. Өзімізге маңызды ақпаратты ала білдік. Заманның талабына сай осы бағытта даму, білімімізді жетілдіру өте маңызды. Жылдам теру дағдысы жұмысы осы электрондық құжаттармен байланысты әр маманға қажет деп ойлаймын. Күніне көптеген бізге науқастар келеді. Және олардың құжаттарын тез арада бітіріп, тіркеп, сұрақтарына жауап беру, көмекті тез арада көрсетіп, біз үлгеруіміз қажет. Осындай жобалар мен оқулар біз үшін өте қажет. Өйткені сол арқылы біз өзімізді жетілдіріп, халыққа да пайдамызды тигізе аламыз. Енді халықтың арасында осындай смарт денсаулық сияқты бағдарламалардың көбейгені жақсы, алда уақытта бола берсін деп ойлаймын. Қазақстан отбасылық дәрігерлер қауымдастығының жұмысына көңіліміз толып, үнемі алғысымызды білдіріп отырамыз. Қиын кезде уақытында көмекке келсе, жұмысымызды жеңілдетуге, халыққа еңбек етуге көп көмек болар еді. Осындай шаралар оқушыларымыздың өмірге құштарлығын арттырып, салауатты өмір сүруін қалыптастырады.